үнсіз қалды. Сәл үнсіздіктен кейін әже тағы күрсініп, айтсам айтайын, ал тыңдаңдар, деді. Мен бір өте ауқатты, ауылға қадірлі кісінің қызы едім. Ауыл маңынан өткен кеткен жолаушылар үйге қонақ болып түстеніп аттанатын еді. Ата-анам өте қонақжай отбасы болатын. Ал мен шолжан ерке қыз едім. Анам мені келін боп түскеннен кейін 8 жылдан соң көтерсе керек. Оның үстіне мен әжемнің баласымын. Бір қызығы келген кісінің атын кермеден шешіп алып шауып кетуші едім. Бір-екі айналып шауып келемде аттарын қара терге түсіріп байлап қоям. Сондай бір кезекте қонақтармен қоса әкем де бір жерден келіп, бәрі аттарын байлап үйге бет алысымен қазанға ет асыла бастады. Бұл қонақтар ұзағырақ отырады дегенді білдіреді. Әкемнің кермедегі жүйрік атын шешіп алып, мініп алып шаба жөнелдім. Құстай ұшып келем. Таудың етек жағында 5-6 түйе жүреді. Атымның басын солай қарай бұрдым. Сұр бура да сол маңайда жүргенін байқадым. Әкем бураға тақама деп талай ескерткен болатын. Шауып келем. Тақай келе жанамалап бураны тартып жібердім. Бураға қатты тимеген болар деп өзімде тіксініп қалдым. Астымдағы атыма сенем. Осы өңірдегі жүйрік аттың біреуі еді. Кенет бір дыбыс шыққандай болды ма, жалт қарасам, бура салып ұрып қуып келеді. Қорыққанымнан аттың